Біздер дыбыстар әлемінде өмір сүреміз. Иттің үргенін, араның ызылын, жапырақтың сыбдырын, құстардың сайрағанын, машинаның гүрілін, ұшақтың ұшқанын, судың сыбдырын естиміз. Осы әртүрлі заттарды біріктіріп тұрған ортақ нәрсе не деп ойлайсыңдар? Дұрыс, дыбыс. Дыбыс қалай пайда болады деген сұраққа ежелгі грек ғалымы Пифагор былай деп жауап берген: әртүрлі дыбыс ол соққыдан пайда болады деген. Мысалы үшін, ұлттық аспабымыз домбыраның әртүрлі дыбыс ырғағында орындалған күйлерді тыңдап көрейік. Оқушылар, домбыраның дыбысты қалай шығарғанын тыңдадыңыздар. Яғни, соққы әлсіз болса, дыбыс та әлсіз шығады. Соққы қатты болса, дыбыс та қатты болады. Сонда, дыбыс көзінен шыққан дыбыс жан-жаққа таралып, әртүрлі ортада, әртүрлі жылдамдықпен таралады. Мысалы үшін, ауаға қарағанда суда дыбыс 5 есе жылдам таралады екен. Оқушылар, суретке қарап не болып жатқанын жаратылыстану айыр бағдарламасынан тыңдаңыздар. Жаңағы сабақ бойы естіген ырғақтар тербеліс тудырды. Яғни, зат белгілі бір жиілікте қозғалысқа түссе, мұндай қозғалыс тербеліс деп аталады. Егер тербеліс жиі болса, дыбыс жоғары болады. Тербеліс сирек, әлсіз болса, дыбыс та бәсеңдеу болады. Біз еститін дыбыстың көбі шын мәнінде ауаның қозғалысы болып табылады. Дыбысты тербелістегі дене шығарады. Осы тербеліс ауа арқылы басқа денелерге таралады. Оқушылар, ғарышта дыбыс естіледі ме? Ойланып, дәптерлеріңізге жазыңыздар. Оқушылар, сабақ аяқталды, сау болыңыздар.